Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге осындай айдағы сәбиді жасап көрсететін боламын. Бізге оның үшін міндетті түрде ақ мастикамыз. Мен көк мастиканы алдым, олға жасаймын деп. Осындай пенопластымыз керек болады. Сосын осындай вырубкаларымыз керек болады. Бірінші мен айды жасаймын, өйткені айды біз алдын ала қатырып қоюымыз керек болады. Мен көбіне солай бір күн қатырып қоямын. Сіздер бір күн қатырмай 3-4 сағатқа кішкене қатырып алсаңыздар болады. Қатпай жатса, холодильникке 1-2 минутқа салып, немесе 5 минутқа салып қатырса да болады. Бірақ негізі мастиканы холодильникте сақтауға болмайды. Осылай айды жасап алдық. Осы вырубканың көмегіменен. Енді бұл айымызға осы зубочистканы осылай салып, мына. Мен бұны көбіне бір күнге қойып қоямын. Мына бір күннен кейін осылай өз қалпын ұстап қататын болады. Енді бастаймыз астына. Астына мен тағы да шығарып аламыз мастикадан. Енді біз бұны пенопластқа саламыз. Өйткені айымыз бізде осылай тұрып тұру керек. Мен астына бұлттар жасаймыз. Бұлттарды осы мастиканың көмегімен домалақтап жасап шығамыз. Егер ұлға болса, көк мастикадан да қосуға болады. Осылай. Енді біз бұны осылай орналастырамыз. Домалақтың үстіне өстіп жайғастырып шығамыз. Енді біз әлгі қатып тұрған айымызды осылай енді бұны артына тағы да мастикамызды күлелеп құлап кетпеу үшін тағы да
торттарды жасап шоуға болады. Енді бұл айбізде құлап кетпейді. Осылай. Енді біз бұның үстіне мен алдын ала дайындап қойдым. Силиконға осылай сәбиімізді шығарамыз. Енді сәбиімізге киімдерді жасаймыз. Үстіне басына бас киім жасаймыз. Осылай. Мінекей. Мына біздің сәбиіміз дайын.
Енді біз оны айымызға жабыстырамыз. Әрі мына айға жұлдыздарды жасап жабыстырсақ болады. Көк жұлдыз болмаса, сары жабыстырсаңыздар да болады. Негізінде мына жерге сәбиді жатқызамыз. Енді бізде тағы да әдемілік беріп тұрған осы жұлдыздарымыз бар. Бұны да қазір жасап көрсетемін. Мен алдын ала сары мастиканы жайып алдым. Әр бізге осындай проволока керек болады. Осындай вырубкамыз керек болады. Осы проволокаға осылай сары мастикамызды өте ажыға қылып жаймаймыз. Өйткені проволока мастиканы ұстап тұратындай қылып жаямыз. Осылай сәл қалыңдау болып. Енді оны золотистый кондуринменен бояп шығамыз. Сол кезде жылтырап, өте әдемілік беріп тұрады. Сіздер оны алдын ала жасап, осылай проволокаға көбірек жасап, қатырып қойсаңыздар да болады. Енді бұны біз осылай мына айдың артындағы мастикаға осылай қоямыз. Енді кішірек проволокамызға тағы да жасаймыз. Тағы да ұзынырақ проволокамызға мына дайын. Жабыстырдық. Дайын бізде. Осылай пенопластта тұрып қататын болады. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Қатқаннан кейін тура осылай астындағы шығып тұрған зубочистканы кесіп алып тастайсыздар. Сол кезде осылай
өздігімен тұратын болады. Егер де менің сіздерге жасаған осы айдағы сәби ұнаған болса, маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар.